Өтсем, бүгін бізде қонақта Гүлзада Қырықбаева, Жамбыл облысының көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының әдіскері және де инклюзия және театр актерлары, болашақ актерлер Алмас Шарқат Досымжан бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Рахмет. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Бәрекелді, тамаша. Сұхбатты енді өзіңізден бастасақ. Жамбыл облысы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы қандай бағытта қызмет атқарады? Енді қандай бағытта да енді өзі атау айтып тұрғандай, инклюзия бағытында жұмыс істейді. Көбінесе зағип оқырмандарға, міндетті түрде оқырмандарға қолдау көрсету, қоғамға бейімдеу, оларға білім нәрін сусындатып, рухани азық берумен айналысады. Жалпы бізде жаңа жоғарыда алдыңғы қонақта Гүлнұр Қырықбаева айтып кеткенде, бізде 14 жоба бар. Сол жобалардың бәрі инклюзия, зағиптармен жұмыс. Әр жобаның өзінің мақсаты, мүддесі бар. Әр жоба өз бірін-біріне ұқсамайды. Мүлдем ерекше, ересектерге, үлкен егде жастағыларға, балаларға арналған әр түрлі бағытта жұмыс істейміз. Гүлнұр сіздерге екі үйірме туралы айтып кетті. Мен жобалар туралы айтсам, бізде ұтымды қазір жұмыс істеп жатқан балалардан балаларға жобасы. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, болашақ мектеп интернатында зағип балалар оқиды. Соларға енді олар көзбен, жанармен көрмегеннен кейін біз оларға аудио кітаптар дайындаймыз. Оны жай қаламызда мектептің балалары әрбір шығарманы оқып, аудио таспалайды. Біз соны ұйымдастырып жүргіземіз. Солай кітапты сыйға береміз. Одан кейінгі Тифло музей жобасы, бұл жобаға бала да, ересектер де қатыса береді. Тифло жоба өте керемет жоба. Қазір өлкетану музейімен бірге бірлескен жұмыс. Онда гидтің көмегінсіз әрбір зағип оқырман барып, QR код қойылады. Әрнеге тек қана көзбен көріп қана емес, біз бұнда енді зағиптар қолмен ұстайды ғой. Сипап сезу. Иә, сипап сезу. Негізі кез келген музейге барсаңыз, жәдігерлерді ұстауға болмайды. Бірақ осы жоба арқылы зағиптар сипап, көріп, шынын содан кейін аудио дыбыстандырылған ақпаратты тыңдай алады. Бәрекелді, тамаша. Жалпы енді өзіміз Алмас Шарқат Досымжандардан сұрап отырмын. Қазір қай сыныпты оқып жатсыңдар, қай инклюзия театр үйірмесіне қатысып жатқандарыңа қанша болды? Соны айтып өтсеңдер құрметті көрермендерге. Бір жыл болды, осы жыл мен. Алдыңғы жылы бастап қатыстық, осы жылмен бір жыл болды. Бәрекелді, тамаша. Енді өздерің қанша жыл болды қатысып жүргендеріңе? Бір жыл болды. Бір жыл дейсің. Жалпы ненің де үйірменді ашылғанында бір жыл болды. Негізі жалпы бұл Тифло инклюзия және театр жобасы кітапхананың бір жобасы болып есептелінеді. Мұндағы мақсат балаларды театрға, өнерге, әдебиетке баулу болып мақсатында ашылған. Бұл жоба осы өткен жылды қараша айында басталды. Биыл енді қараша айында бір жыл болады. Осы аралықта біраз бала енді үйренді, бізде жетістіктерде жоқ емес, байқауларға қатыса бастадық, шығармалар орындай бастадық, балаларда кішкене еңсесі түзіктіктей бастады. Жалпы басында бастағанда қорқақтадық. Енді өздеріңіз білесіздер, қалай болады екен, бұл жобаға балалар қалай белсенділік танытып қатысады екен. Жалпы жобада қазіргі таңда 20-дан аса бала бар. 20-дан аса бала бар. Ол бірақ біз аптасына бір рет, екі рет барамыз. Теория бойынша, практика бойынша және тіл мәселесі бойынша үш түрлі бағытта жұмыс істейміз. Ең бастысы бізде балалардың қарым-қатынасын дұрыстау, қоғамға бейімдеу. Бір өкінішті болашақ мектеп интернатының балалары бір ампулада өмір сүріп жатқан балалар ғой. Оларға сыртқа шыққан өте қиын. Осы жоба арқылы бұл балалар сыртқа шығып, өнер көрсетіп, елмен араласуға бейімделіп келеді. Ішінде жүрген тасада қалмай өнерлерін көрсетіп жатады дейсіз ғой. Бәрекелді, жалпы енді өзіңіз айттыңыз, болашақ актерлер дедіңіз, отырған. Барлығын мақсат сол ғой, Досымжан, барлығын мақсаттарың болашақ актер болу, Бәрекелді, енді осы үйірмеге қатысу арқылы өздеріңнің қандай қабілеттеріңді аша білдіңдер?
актерлік шеберлігімізді деп ойлаймын. Шеберлігіңіз, Ұялмай ешкімнен халықтың алдына шығып өз өнерімізді көрсеткенбіз. Бәрекелді, тамаша. Енді өздерің енді пір тұтатын актер азаматтар бар ма, мысалы? Джеки Чанға ұқсағым келеді, Брюс Лиге ұқсағым келеді деп, әрине енді өзіміз ер азамат болғандықтан енді төбелеске жақынбыз ғой. Өзімде мен кішкентай кезде Джеки Чанға ұқсаймын деп біраз мебельдер дейміз ғой, біраз жиһаздарды қиратқан жағдайым да бар. Енді өздерің қандай кімге ұқсағыларың келеді актерлерден? Ерекше атап өтсеңдер кезек-кезегімен. Мен Бурак сияқты танымал болғым келеді. Түрік актер дейсің ғой. Бәрекелді. Сұлулардың несі, арманы дейсің. Негізі Шарқат туралы айта кетейін. Шарқат өткенде бізде облыстық балалар фестивалі өткен, Шерхан Мұртаза атындағы. Бұнда барлық мектептерден қатысты. Болашақ мектеп-интернатта тұңғыш рет қатысыпты ол байқауға. Жалпы театр үйірмесі болып қалыптасқанына тұңғыш рет және тұңғыш рет облыстық байқауға қатысып, енді жақсы көрсеттік. Соның ішінде бізде Шарқат ең үздік ер адам рөлін ұтып алды. Сонда да дейсіз. Тамаша, құтты болсын. Сондай наградамен марапатталды, ал біз Қызыл жебе номинациясы бойынша марапатталдық. Ол да үлкен жетістік деп ойлаймыз. Бірден қатысып өздерің жүлдегер атаныпсыздар. Тамаша. Енді өзіңіз енді осы көзін нашар көретін зағип азаматтармен жұмыс істеудің қандай қиыншылықтар бар осы театр саласында? Қандай қиыншылықтармен өздеріңіз кездесіп жатсыздар? Жалпы ма? Аха. Негізі басында мен арнайы кітапханаға барғанда зағип азаматтарды көргенде рас кішкене тосырқадым. Өйткені қалай болады екен, қалай оларды жұмыс істеуге болады деп. Театр үйірмесінде жүргіз осы жобаны қолға ал деген кезде де мен біраз ойландым. Сескендім дейсіз, қорқып. Ол оңай емес. Одан кейін сенесіз ба, бір апта көзімді байлап, енді үйде үйреншікті жағдай ғой, бір апта жаңағы кеңістікте өзімді еркін сезінуге, солардың жан дүниесін түсінуге тырысып, бір апта көзімді байлаулы өмір сүруге тырыстым. Күйін кештім дейсіз. Содан кейін барып, олардың жан дүниесіне кітаптар оқыдым, іздендім, үйірмеге келетін анда. Одан кейін енді баламен жұмыс істеп үйреніп қалған, маған оңай болған жоқ баламен тіл табысу. Менің бір қиналғаным сол қалай болады екен. Сөйтсем бұл балалар жай балалардан да ақылды, жай балалардан да өнерлі, өте зерек, ақылды, кейін сөзінді тез ұғып алады, сені тыңдайды екен. Оларға дұрыс бағыт берсең, сол бағытпен жүруге тырысады екен. Бәрекелді. Жалпы енді бір спектакльге дайындалу үшін өздеріңізге қанша уақыт жұмсайсыздар? Қалай дайындаласыз? Ерекшеліктерін айтып өтсеңіз. Енді спектакль болғанда бізге үлкен 20 минуттық, 1 сағаттық спектакль емес қой. Біз енді шағыннан бастадық, 10 минуттан, 15 минут, 3 минуттан бастаған басында шағын. Бізде жаңағы инклюзия және театр үйірмесі ең басында ноябрьде басталып, шағын іс-шаралар бар ғой, арнайы кітапханада ұйымдастырылып жатқан. Сол ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға кішкентай үзінділер қоюмен бастадық. 3 минуттық, одан кейін 7 минуттық, одан кейін 10 минуттық, қазір 15 минутқа жайлап жетіп жатырмыз. Бұндағы балалар кішкене адаптация болсын деген ниетте. Жалпы көп уақыт кетеді дегенде, енді қатысып жатқан 20 бала түгел қатыспайды ғой, іріктеп аламыз. Мынау рөлге келеді ау дегендер таңдап алам, енді өзім алам. Бір 2 апта, 3 апта кейде одан да көп кетеді. Бізде жаттау қабілетіміз сәл-сәл қиындау, бірақ оны да ескеріп жатырмыз. Озвучка арқылы оқудан бұрын озвучка жасаймын, олар қайталайды. Сол аудио жазбалар арқылы өздерінің естерінде сақталады дейсіз. Тамаша. Енді осы балалардан бөлек егде жастағы азаматтар келіп өзі осы театр үйірмесіне қатысуға ниет білдірсе қабылдайсыз ба? Жалпы театр үйірмесімен тек қана инклюзия және театрды болашақ мектеп-интернатта ғана ашқан болатынбыз, бірақ былтыр Қазақ соқырлар қоғамы бар бізде. Жамбыл облыстық филиалы, содан кеп ұсыныс түскен маған. Бізде фестиваль өтеді, сол фестивальге бір жақсы бір туындыны қойып берсеңіз деп. Көгілдір арман деген шағын 15 минуттық қойылым қойдым. Сол қойымға барып фестивальге қатысты. Енді егде болғанда егде емес,
40-30 шамасындағы қыз жігіттер қатысты, бір 6-7 адам. Бәрекелді. Сөйтіп өздерінің өнерлерін көрсетті. Өнерін көрсетті. Тамаша, осы уақытқа дейін қандай ерекше атап өтер өзі спектакльдерді қойдыңыздар? Және сол дайын спектакльдерді жалпы кімдерге ұсынып қоясыздар, кімдерге арнайсыздар? Жалпы жаңа айтып өттім. Көрермендер қалыптасты ма? Қалыптасты дегенде, біз енді мәдениет ошақта жұмыс істегеннен кейін шараларға көбінесе мәдени ұйымдардан оқырмандар келеді, кітапханалардан, жаңағы жай мектептерден келеді. Солар біздің өзіміздің жалпы көрерменіміз. Бізде қазір ең ұтымды шыққаны Шерхан Мұртазаның интернатына. Өздерінің болмыстарына да жақын, өздерінің күнделікті өмір сүріп жатқан аурасына да жақын деп сол шығарманы алғамыз. Сол шығармамен біраз жерге барып өнер көрсеттік. Одан кейін инклюзия және театр жобасы аясында бізде жайдарманшылар қыздар клубы ашылды. Біз енді оны да әлі жұмыс істеп жатырмыз. Қыздарымыз сыртқа шыққан жоқ, бірақ өзімізде жайдарманды көңілді тапқырлар ойыны ретінде қыздармен 8 наурызда мысалы жай қыздар деген шығармамен шықтық. Соны қыздардың бүгінгі толдырғандырып жүрген әңгімесі, әйелдердің, қыз бен ананың әңгімесі, жігіттермен қарым-қатынас туралы юморлы шағын кішкене көрініс көрсеттік. Енді ол жобаны да бірге қатар алып жүрсек деген ниеттеміз. Бәрекелді. Жалпы енді өздеріңіз енді театралдық қойылымдарыңызға костюмдерді, декорацияны қаяқтан аласыздар, қолдау болып жатыр ма? Енді костюм ба? Костюм жағынан кішкене қиындау. Бізге оны алғыс айтқым келеді. Асқар Тоқпанов атындағы Қазақ драма театры мен Жамбыл облыстық орыс драма театрының басшыларына, ол кісілерге кез келген уақытта барып, маған мынандай декорация керек, маған мынандай костюм керек десем, ешқандай тосқауылсыз. Енді сол шаңырақта өзім 8 жылдай жұмыс істегеннен кейін ба, сеніммен бере береді. Алам, ойнап болғаннан кейін қайтып әкеп берем. Реквизит болсын, жаңағы грим болсын, бәрін мен қолдау көрсетіп отырады. Бәрекелді. Енді сұхбатымыздың соңында балаларымыз, енді жігіттеріміз енді құралақан кимеген екен. Құрметті көрермендерімізге айтар өнері бар екен, соны көрсетіп өтсеңдер. Кім бізде қандай өнерін көрсетеді? Соны таныстырып өтсеңдер. Шарқат, шарқат бастайын деп отыр. Жалпы белсенді екен шарқат. Шарқат да белсенді. Алмаз да өте белсенді. Алмаз өткенде Жамбыл облыстық кино орталығының сұранысы бойынша шағын видео роликке түскен. Олар менде кішкене социальный ролик дейді ғой, әлеуметтік роликтерге шақырып тұрады. Бала іздегенде бір-екі рет менен сұраған. Сөйтіп Алмаз барып жаздың күні роликке де түскен. Тамаша, бәрекелді. Жақсы, құттықтаймыз. Ал Шарқат? Іздемегің бақытыңды жырақтан. Біле білсең, бақыт сенің бойыңда. Өмір деген тұрады сан сұрақтан, айналдырма қымбат сәтті ойынға. Бәрекелді, тамаша. Алмас? Бұл өмірде сан ғасырлап көп адам. Бақыт сырын өтіп кеткен біл алмай. Бақытты олар сырттан іздеп сандалған. Уақыттарын өткізіп ап күле алмай. Бәрекелді, тамаша. Досымжан? Бақыт деген адамның өзіндеген, ақ жолыңды биікке самғайды екен. Бақыт деген адамның көзіндеген, бақыт деген өкшелеп қалмайды екен. Бәрекелді, тамаша. Қысқа осындай нелерін, тақпақтарын айтып отыр дейсіз ғой. Өлеңдерін оқып отыр. Тамаша. Одан басқа енді білетін өнерлер бар ма? Тағы басқа жігіт енді 8 қырлы, 1 сырлы болу керек дейді. Енді өздерің басқа спорт дейміз, басқа да үйірмелерге қатысасыздар ма? Өздерің қырларың бар ма? Әрине қатысамыз. Спорттан бізге жақыны шахмат, тоғызқұмалақ, дойбы ойындары, және де одан бөлек голбол ойынына қатысамыз. Футбол дейсің? Голбол. Голбол де. Тамаша, бәрекелді. Өзің Досымжан қандай үйірмелерге қатысасың, қосымша қандай өнерің бар? Сол. Мен көркем сөз оқимын арасында. Бәрекелді. Тағы поэзия жаныма жақын дейсің. Тамаша, бәрекелді. Мен домбырамен айналысам. Мектепте осы үйірме бар. Соған бос уақытымызда барып дайындаламыз. Күйлерге дайындаламыз. Бәрекелді, тамаша. Енді уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта енді өздеріңізді көріп жатармыз.
Енді Алмас Шарқат Досымжандарға айтарым, армандарың орындалсын, мақсаттарың айқын болсын. Ешқашан да осындай өздерінің көздерінен от көріп отырмын, осындай от жанарларын жанып тұрсын, өзіміздің болашағымызды көтеру, Қазақстанды дамытар азаматтардың бірінен, елеулі азаматтардың бірінен табылыңдар деген ойымыз бар. Енді Гүлзада әпке, өзіңіз неше түрлі біраз жобаларды өзіңіз қолға алыпсыз, сол жобаларды бастауда өзіңізге игілігін берсін, үнемі жеңіс тоғырынан көрініп, бастаған ісіңіз үнемі осындай мақтаулы сөздермен аяқталып отырсын деген өзіміздің де қоса тілектеріміз бар. Енді өздеріңіз тікелей эфирді пайдаланып, жамбыл жұртшылығына, мүмкін туыстарыңа, достарыңа айтар тілектерің болса, осы тікелей эфирді пайдаланып айтсаңдар болады. Кім Кім бастайды, кәні? Қысқа дәрі нұсқа. Шарқатқа бер. Өзім Мойқұм ауданында мама мен папама сәлем айтқым келеді. Бәрекелді, тамаша. Ал Алмас? Мен Жамбыл ауданы Шайқорық ауылындағы барша достарыма және отбасыма сәлем айтып алғысын білдіргім келеді. Тамаша. Мен Жамбыл ауданындағы Жаңа Тұрмыс ауылындағы достарыма, ата-анама алғыс айтқым келеді. Бәрекелді. Болашақ мектеп интернатына ше. Болашақ мектеп интернатына алғысымыз шексіз. Осы эфирға шығатындарын біліп, сол интернет қарап отқандар шығар, мүмкін, шынымен Қарап отыр. сәлемдеріңіз қабыл алды деген ойдамыз. Енді өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Мүмкін жамбыл жұртшылығына айтар. Жалпы енді енді жаңа бақыт туралы өлең оқыды ғой, бақыт деген ол әрбір сәт, сол сәтті бағалай біледік. Сол әрбір өткен күнді жай өткізбей, қоғамға септігіміз тиетін, қоғамды тәрбиелеуге септігіміз тиетін азаматтар болайық. Балаларды бұрын қоғамдағы өз орнымызды табатын азаматтармен азаматша болайық деп тілектеспін. Жалпы қайырлы таң, тек қана сәттілігімен берсін. Бүгін дүйсенбі, қалған апта сәтті өтсін, жақсылығымен келсін, игілігімен келсін. Бәрекелді. Жалпы қадірменді көрермендер, сіздерге ескерте кетейін. Қазір бізде осы біршама үзілістен кейін осы театр инклюзия актерлері осы Оралхан Бөкейдің Жылымық осы өзінің шағын қойылымын көрсетіп сіздерге жол тартатын болады. Ендеше экраннан алыстамаңыз, сол өнерді тамашалап өзіміз баға бере отырайық. Бүгінгі күн екеумізде күлімдеп қарап тұрғандай. Күлдің келгеніне көп болмаса да қара суық еседі. Мә, мынаны үстіңе киіп ал. Құстар, Жанар, қарашы, туған жерін қимай бара жатқан құстарға. Жанар, қараш, әне кетті тырналар. Тырна кетіп барады, Жанар. Жанар, ренжімеші, Жанар. Сен сезесің ғой, Жанар. Сезесің ғой, айтшы, Жанар. Ағай, сіз маған күзде қайтқан құстардың легін айтасыз ау. Мен үшін туған анамның жүзін көру арман ғой. Бірақ мен сеземін, аға, сеземін. Әйтпесе қалай өмір сүрер едім. Көзімді жұматын себебім ұйқым келді. Бірақ мен ұйықтай алмаймын, ағай. Көз алдымда мәңгілік қара түнек тұрады. Бірақ ол мәңгілік қара түнек емес қой, аға. Кейде сол қатпар қараңғылық қақ жарылып, бір нәзік сәуле жанарымды шұқылап ойнайды. Сіз білесіз оның қандай сәуле екендігін. Егер де сіз білмесеңіз, мен сізбен тіпті де достаспаған болар едім. Ал егер дос болмағанда ше? Жоқ. Менің түйсігім бақытыма ма, сорыма ма, әлі мені ешқашан алдаған емес. Ұзын кірпіктерімді айқастырсам, жылтып ұстаймын. Жылымық, біз жылымық тарайды, бұлаймақ. Күннен шуақ алған нұр секілді. Бірақ сіз мені аямаңызшы, аға. Мен біреудің аянышты көзінен, сөзінен қорқамын. Қанша мүсіркеніммен жанарымды жас беретін жан жоқ қой. Мен мүсәпірде, сормандайда, жарым жанда емеспін, ағай. Мен адаммын, аға. Мен адаммын. Ал сенің көзің көрмесе де, бірақ сен жүрегіңмен сезесің. Сол жүрегің мәңгі соқса екен.